Құран кәрімде айтылған қасиетті 4 айдың бірі Мұхаррам. Мұхаррам мұсылман жыл санауының алғашқы айы саналады. Қасиетті, тыйым салынған деген мағыналарды білдіреді. Алла елшісі Мұхаррамды Алланың айы деп сипаттаған. Осы Мұхаррам айының 10-шы жұлдызы Ашура күні деп аталады. Ашура күні мұсылманға ораза ұстау міндет емес, нәпіл оразалардан саналады десе де, бұл күні ораза ұстаған мұсылман үлкен сауапқа ие болады. Әрі ауыз бекіткен жанның өткен жылғы күнәлары кешіріледі. Осыған байланысты Ханафи мазхабында Ашура оразасын ұстау сүннет, ал оған алдыңғы 9-шы не кейінгі 11-ші күнді қосып тұту мұстахаб деп пәтуа берілген. Ашура күні ораза тұтқан адам ол жылы тұта алмаған нәпіл оразаларының сауабына қауышады. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ашура оразасының тарихы жайында хадисте былай айтылған. Құрайш қауымы жахилият заманында Ашура күні ораза тұтатын. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын де ораза тұтатын. Мәдинаға келгенде де сол оразаны ұстады және оны ұстауға бұйырды. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа өзінің бір хадисінде Рамазан айынан кейін ораза тұтқың келсе, Мұхаррам айын оразамен өткіз. Шынында бұл ай Алланың айы. Бұл айда бір күн бар. Осы күні Алла тағала кей қауымның тәубесін қабыл етіп қойған болса, кейбір қауымның тәубесін осы айда қабыл етеді деген екен. Ашураның құндылығынан пайдаланыңдар. Бұл қасиетті күнде ораза тұтқан адам періштелер, пайғамбарлар, шахидтер және салихтердің ғибадаттарындай сауапқа қауышады. Хадис шәрифте Ашура күні ілім үйреніп жатқан немесе Аллаху Таала зікір етіліп жатқан жерде біраз отырған адам жәннатқа кіреді деп бұйырылды. Бұл түні ілім ретінде әхли сүннет кітабын, мәселен намаз кітабын оқу керек. Ашура күні садақа беру сүннет, яғни ғибадат. Хадис шәрифте Ашура күні түйірдей садақа берген адам Ухуд тауындай сауапқа қауышады делінген. Бұл күні көп сәлем беру керек. Хадис шәрифте Ашура күні 10 мұсылманға сәлем берген адам бүкіл мұсылмандарға сәлем бергендей сауапқа қауышады деп бұйырылды. Ғұсыл алу керек. Хадис шәрифте Ашура күні ғұсыл алған мұсылман күнәлардан тазарады деп бұйырылды. Алла тағала Мұхаррам айында Ашура күнінде жасаған құлшылықтарымызды, ізгі істерімізді, дұға тілектерімізді қабыл алғай.